Достар, қайырлы күн. Мен сіздерге детокс жайында айтып беремін деп уәде еткен болатынмын. Естеріңізде болса, 40 күн бұрын мен детоксты бастадым. Детокс бұл NL компаниясының өнімі. Ол арықтау үшін және организмді тазарту үшін арналған бағдарлама болғанда, оның ішінде 160 капсула болады. 160 капсула 40 күнге арналған. Яғни күніне сіздер таңертең екеу, кешке екеу аспен бірге ішесіздер. Міне мынадай капсулалар бар. Мынау 4-ші шақ, уже Даниэлдікі мынау. Және ішінде мынандай брошюрка бар. Және 4 шақ бар. 4 шақ дегеніміз ол не? 4 шақ дегеніміз олар міне мынандай. Детокстың бірінші қадамы ол ішек жолдарын тазалайды. Екінші қадамы ол бүйрек жолдарын тазалайды. Үшіншісі ол бауырды тазалайды. Төртіншісі ол жалпы микрофлораны, яғни ішектердегі бактерияларды қалпына келтіреді. Енді сіздерге өзімнің алған нәтижем туралы айтып кетейін. Мен детокспен бірге биадрон іштім. Кейін биадронға тоқталып өтемін жақсылап нақтырақ. Одан кейін Донна Белла іштім. Донна Белла бұл әйелдерге арналған шай. Өте жақсы шай. Енді өзім нәтижем туралы айтатын болсам, детокс осы 40 күн ішінде мен өзімнің организмде не байқадым, соны сіздерге айтып кетейін. Яғни мен жеңілдікті байқадым. Жеңілдікпен бірге бір энергия пайда болды менде, және де тырнақтарым дұрыстап өсе бастады. Естеріңізде болса, мен тырнақтарым вообще өспейтін, сынып қалатын. Тырнақтарым қалыпқа келе бастады. Одан кейін аяғым менің күні бойы біз дүкенде отыратынмын ғой. Бізде офлайн дүкен болған, қазір оны жауып тастадық жақында. Сонда күні бойы отыратынмын, и мен аяғым ісіп кететін. Менде варикоз бартын. Сондықтан осы 40 күн ішінде менің байқаған нәтижем, аяғым өте жеп-жеңіл, бұрынғыдай емес, яғни ол отек болып тұрған екен. Отек және тамырлар ісіне ма, сондай бір жағдай болған менде. Сосын және менің байқағаным тағы да тыныс жолдарым менің қалыпқа келе бастады. Менің мұрным дұрыс демалмайды, өйткені әбден андай инфекциялық ухо-горло нос дейді ғой, тамағым бәрі менде үнемі ауыратын. Мектепте, университетте жұмыс істеген кездерде менде постоянно хронический мұрным, тамағым ауыратын. Сондықтан кішкене мен сөйлегенде мұрным дұрыс тыныс алмайтын сияқты болатын. Сондықтан қазір кішкене ашылған сияқты өзімнің енді бұл нәтижелерім. Одан кейін жеңілдік, кішкене энергия пайда болды. Бодрость, энергия, сондай бір жақсы состояние. В общем, женский чай да өте жақсы. Биадрон міндетті түрде ішу керек, өйткені ол күнделікті сіздің кәдімгі су ішесіз ғой, бір стақан таңертең тұрғанда. Сонымен бірге езіп ішесіздер. Бұл как таптырмайтын барлық организмді таңертеңнен кешке дейін қалыпта ұстайды. Яғни сізде мысалы қолыңызда бір жара пайда болса, кесіп алсаңыз, сырып алсаңыз, оның клеткалары күнде бір-бірден ақырындап жазыла бастайды. Тура сол сияқты биадронда сіздің организміңіздегі әр ауру клетканы жаңартады. Яғни какой-то бір клеткалар, бізде миллиондаған клеткалар бар организмде, олардың бәрін ретке келтіреді. Яғни сіз ауырайын деп тұрсыз, тұмау тиейін деп тұр, биадрон барады да сол клеткаларыңызды жаза бастайды мысалы. Осындай деңгейде деп айтуға болады. Келесіде сіздерге биадрон туралы басқаша видео жазамын. Енді детоксты не үшін қабылдау керек, сіздерге соны айтып кетейін. Детокс дегеніміз не вообще? Не үшін детоксты ішеді? Мысалы кейбіреулер айтады, детоксты арықтау үшін ғана ішеді, сен итақты арықсың, оны не үшін ішіп жатсың дейді. Негізі әр адамның организмде 7-8 килограмм артық салмақ болады екен. Артық салмақ емес, ол даже шлак деп аталады. Ішкі құрылысында адамның ішектерінде жаңағындай тұрып қалған неше түрлі асқарыту жүйесінің функциясының салдарынан іште неше түрлі қатып қалатын нелер болады, шлактар болады мысалы. Ол шлак біздің артық салмағымыз болып 7-8 килограмм болып жүреді екен үнемі. Сондықтан детоксты жылына 2 рет жасау керек, 6 ай сайын, яғни күзде, сосын көктемде жасауға болады. Осының салдарынан біздің жаңағы шлактардың кесірінен біздің бетімізге неше түрлі бөртпелер шыға бастайды, сосын жировиктер шыға бастайды. Айтпақшы, мен мына жерімде тоже ұсақ жировиктер болатын, олар да кетті. Андай қал сияқты, родинка сияқтылар болады ғой.
сондай нәрселер, бірақ андай бір домалақ болып тұрады, адамдарға шыға бастайды. Уже с возрастын байқасаңыздар, адамдардың беттерінде қара дақтар пайда бола бастайды, қолдарында пайда бола бастайды, сосын жаңағы жировиктар пайда болады, әсіресе әйелдерде мойындарда, осындай жерлерде пайда болады, иә. Сосын қолтықтарында пайда бола бастайды, мынандай жерлерде. Соның бәрі шлактардың кесірінен. Дұрыс тамақтану керек бізге, организмді тазарту керек, сосын көп мөлшерде су ішу керек. Біз осының бәрін дұрыс істемейміз, сондықтан біздің организміміз шлактанады, яғни ластанады. Сондықтан осындай детокс жасап отыру керек міндетті түрде. Детокс жаңағындай іштегі артық заттардың бәрін шығарады. Соның салдарынан шлактар шыға бастайды. Содан кейін біз арықтай бастаймыз. Беттері адамдардың қалыпқа келе бастайды, жылтырай бастайды, тегістеле бастайды. Ал кейбіреулерде наоборот, жаңағы тазарғанның салдарынан кейбіреулерде наоборот прыщ шығуы мүмкін. Ол да қалыпты жағдай. Мысалы, адамдар санаторийлерге барып, мысалы Сарыағашқа барып, іш құрылыстарын емдейді, шлактарын жаңағы шығарады, тазартады, иә. Дұрыс тамақтанады, ол жерде көп су ішеді, мысалы. Соның бәрі не үшін? Өйткені оның бәрі қажет, организмді тазартады, во-первых. Осы шлактар адамның организмде жүре береді, ол организмді жаңағы ластай береді. Сондықтан біз ұйықтаған кезде жаңағыдай шаршаңқы болып ұйықтаймыз, тұрған кезде де шаршаңқы болып тұрамыз, бір күшіміз жоқ, шаршап тұрған сияқты, ештеңеге зауқымыз болмайды, басымыз ауырып тұрады. Соның бәрі шлактардың әсерінен. Және де детокс ішіп жүрген кезде кешке қарай мен жай коктейлді ғана ішіп жата салып жүрдім, коктейль бар бізде, сол тоже әсер етеді. Жеңіл тамақтанып ұйықтай салсаңыз, таңертең ерте сергек болып тұрасыз. Мысалы, мен де сондай өзім байқадым. Таңертең тұрғанда жеңіл, сергек тұрам. Өйткені біз, мысалы, мен жұмыста жүремін, Даниэл жұмыста жүреді. Біз түнгі 10-да келеміз, сол кезде бірақ тамақ ішіп болғанша, бүйткенше 11 болады. Уже шетай 1 сағаттан кейін уже бізге ұйықтау керек. Біз ана полный желудокпен ұйықтаймыз. Уже түнде организм, жаңағы біздің ас қорыту жүйеміз, сол қаншама тамақты уже жаңағындай қорытуға біздің дайын емес. Ол ұйықтауға, өзінің ұйықтайтын уже гормондарын шығара бастайды. Біз уже тойып алып жатамыз, мысалы. Ол дұрыс емес, организмді біз жаңағындай дұрыс қолданбаймыз деген сөз. Сондықтан детокс әр адамға бүйрегінде, бауырында, егер сізде ешқандай да организміңізде тас болмайтын болса, міндетті түрде детоксты қолданыңыздар. Мысалы, осылай очищение жасап аласыздар 40 күннен кейін уже сіздің ішкен мынандай шайларыңыз, тіпті мына биодронның өзі жақсы әсерлей бастайды. Мысалы, биодронды сіз шлакованный организмге ішсеңіз, оның қызметі, жаңағы бұның әсері ақырын болуы мүмкін, баяу болуы мүмкін. Ал таза организмге ішсеңіз, мысалы, сіздің клеткаларыңыз тез жаңара бастайды. Мысалы, жаңағындай сіз мысалы ауырайын деп тұрдыңыз, тұмау тиін деп тұр, соның бәрі сіз инфекциялар жүр мына жерде, мысалы тыныс алу жолдарында, мынаны іштіңіз, жаңа тазарып алдыңыз, мынаны іштіңіз, одан кейін бір шайды іштіңіз, мысалы осының бәрі сіздің организміңізге одан сайын жақсы әсер ете бастайды, сіз одан сайын өзіңізді жақсы сезіне бастайсыз. Одан кейін мынандай шайды іштім мен, женский чай. Бұл женский чай әр әйел адамға жақсы көмектеседі. Осының ішудің арқасында, мына екеуін ішудің арқасында кейбіреулерінде, мысалы әйелдерде қазір өте көп проблема, миома дейді, киста дейді, сосын полип деген бар. Мысалы соның бәрі кетіп жатыр, прямо живой отзывтар біздің чаттарда бар. Мен де соларға қызықтым, мен де бала көтергім келеді, сондықтан мен де қызығып, почему-то сеніп, именно осы НЛ-ға мен өзім жазылдым. Достар, міне мынандай женский чай, одан кейін мынандай биодронмен ғана адамдар организмдерін жақсартып, тіпті бала көтерген, жаңағындай операция жасаймыз деп жатқан екен, бір кісі де полип деп айтқан екен. Бір ай бұрын сол заключениемен қағаздарын прям көрсетті. Жаңағыдан кейін до и после жатасың, операция жасаймыз деген екен. Мұнан ішкеннен кейін, бір айдан кейін уже барып снимок жасса, УЗИ жасса, уже тап-таза екен. Сондықтан қыздар, сіздер өз организмдеріңізді тазартқыларыңыз келсе, денсаулықтарыңызды қолдарыңызға алғыларыңыз келсе, НЛ-дің өнімдерін қорықпай қабылдай берсеңіздер болады. Өйткені мұнда ешқандай побочный эффекттары жоқ. Бұл барлығы натуральный компоненттен жасалған. Және де табыс көзі сіздерге қосымша. Мысалы, мен бірінші айда август айының аяғында жазылдым, бір апта ішінде
бал жасадым да, уже маған қанша бір 8 мың 10 мыңдай теңге ақша түсті. Одан кейін мен сентябрь айында тоже 200 балл жасадым. 200 баллдан мен қанша теңге? 38 мың теңге жасадым. Бұл жерде өте структурада даму, тез ақша табу, сондай өте тез жылдам жүреді, и ай сайын ақша түсіп тұрады. Сіз жұмыс істегеніңізге байланысты. Мысалы, айына 200 PV жасасаңыз, сізге стабильно 38 мың теңге түседі. Онымен қатар сіздер жаңағындай тек қана клиент боламын, тек қана өнімді қолданамын, керек емес дейтін болсаңыздар, Қазақстанның кез келген қаласында офис бар бізде. Маған тапсырыс берсеңіздер болады, ол тапсырысты мен сіздің қалаңыздан алатындай етіп жасаймын, сіз өзіңіз барып қажет өніміңізді алып кете аласыздар. Өте оңай істелінген, мықты приложениясы бар, барлығы түсінікті, оп-оңай қолдануға, бәрі ыңғайлы жасалынған. Егер сіздердің сұрақтарыңыз болса өнім жайында, және де компанияға кіру, менеджер ретінде жұмыс істеп табыс тапқаныңыз келсе, маған жазсаңыздар болады, кез келген уақытта жауап беремін. Детокс туралы айтып кетсем, тағы да қысқаша. Яғни бұл организмдегі ішек құрылысын реттейді, жөндейді. Одан кейін бүйрек пен бауыр біздің организмдегі өте фильтрланатын, жаңағындай барлық шлактарды өткізеді, фильтр сияқты ғой. Соларда тазарады осы детокс кезінде. Сондықтан осының бәрі тазарған соң қараңыздар, дайын, ыңғайлы. Ең бастысы маған ұнаған НЛ-да барлық витаминдер, барлық нәрселер бізде осындай коробка-коробкамен, бокс деп аталады, яғни коробка деген сөз ғой. Детокс бокс немесе кейс деп аталады, яғни коробка деген сөз. Бәрі жинақталып бір нәрседе тұр, сен ешқандай басыңды қатырып іздемейсің. Мысалы, мынаны ішейін, сосын мынаны ішейін деп осылай жүрмейсіз. Бәлен капсула, таблеткаларды жинап. Дайын ба, тазалағыңыз келе ме, ішіңізді арықтағыңыз келе ме, міне мынаны ішіңіз. Коктейлді қосып ішіңіз, суға араластырып ішіңіз, пожалуйста, сіз ішкі құрылысыңызды тазартып аласыз, және де арықтайсыз, салмақ тастағыңыз келсе. Егер толғыңыз келсе, жаңағы коктейлді ішіңіз, бірақ сүт қосып жоғары процентпен соны ішіңіз. Сондай бір ыңғайлы түрде жасалынғанда, біз мысалы бала көтереміз деп бір сондай тош компанияға барған болатынбыз, Даниял екеуміз. Ол компания бізге осындай бір дәрісін берді, екінші дәрісін берді, үшіншісін, осылай бір столды толтырып берді бізге. Мынаны ішесің, пожалуйста, оплатите 125 мың теңге деді бізге. Сосын кейін осы детоксты обязательно өту керек, осы детокс, бір детокс үшін ғана 125 мың теңге төлейсіңдер деді. Одан кейін уже сендерге тағы да осындай витаминдер, баттар жазып беремін, олар уже басқа сумма болады деді. Біз так, мынаның бәрін ішу проблема, асқазанды құртамыз, что за фигня дедік біз, да? Возмущены были. Это только очистка, детокс, ужас деп. Сол кезде жарайды, ойланамыз, көреміз дедік, біз кетіп қалдық. Ал енді мында қараңыздар. Детокс дайын қорапша 40 күнге арналған, бағасы мына жерде жазып қойыппын мен, 13.470 теңге. 40 күнге бөліңіз. Өзіңізге неужели 40 күнге сіз өзіңізге күніне бір 400 теңге ма сондай бір шығады. 500 теңге ма сондай болып шығады. Сіздер осыны неужели күнне сіз өзіңіздің организміңізге 400-500 теңге бөліп, организміңізге, денсаулығыңызға, өзіңізге инвестиция сала алмайсыз. Бұл өте таптырмайтын нәрсе. Еще жылына 2 рет істесеңіз, хотя бы жарайды, өзіңізге ақша аяп тұрсаңыз, хотя бы жылына 1 рет істесеңіздер де болады. Одан кейін сіз қандай да бір витаминді алып ішіңіз, мейлі шай ішіңіз, мейлі басқа витамин ішіңіз, мейлі біздің витаминді ішіңіз, уже оның эффектісі, әсері сіздерге күшті жағады, күшті өтеді, сіңімді болады. Сондықтан қыздар, келіншектер осындай өнімдерді қолдануға сіздер шақырамын. Өйткені мен осының бәрін ішіп, өзім нәтижесін көріп отырмын. Сондықтан сіздерге ешқандай бұл алдау емес, сіздерден ақша алу емес, сіздерді мен жұмыс істеуге, ақша табуға шақырамын. Біріншіден, екіншіден, сіздер өздеріңіздің организмдеріңізбен дұрыс жұмыс істегендеріңізді қалаймын. Қазір біз жасымыз есейе бастағаннан кейін, например, 25 жастан кейін уже организм ақырындап жұмыс істей бастайды екен. Барлық бұрын күшті жұмыс істеп, ас қорыту бәрі жақсы жұмыс істегенмен, кейін уже ас қорытуда баяулай түседі екен. И баяулаған сайын жаңа іштегі шлактар бәрі, адамдар неге семіріп кетеді? Мысалы, жас кезінде, студент кезімізде қандай еді, қазір қандаймыз, салыстырып көрсеңіздер, ойланып көрсеңіздер болады. Ас қорыту жүйесі баяулайды, барлық функциялар баяулайды, қан тамырлар уже майлана бастайды, уже қан былай тез-тез жүгірмейді.
жүрмейді организмде. Сондықтан май баса бастайды, шлак баса бастайды организмде. Сондықтан егер ұзақ өмір сүргілеріңіз келсе, егер сапалы өмір сүргілеріңіз келсе, алдымен өз организміңізге мән беріңіздер, витамин ішіңіздер, тазартыңыздар, пайдалы шайлар ішіңіздер. Мынандай шайларды біз ұсынамыз, кейбіреулер түсінбейді. Шөп шай, оны не істейміз, құрысыншы керек емес дейді. А так таза шөп, ол далада өсіп тұрған. Сіздер мысалы ромашканы алып, өзіңіздің ауылыңыздан теріп, соны кептіріп ішсеңіз, қандай пайдалы антисептик. Тура сондай ғой мынау да. Қолмен жиналатын шөптер, шайлар мысалы пайдалы нәрсе. NL компаниясының өнімдерінің барлығы 100% пайдалы, табиғи, халал, эко. Ешқандай күмәнданбасаңыздар болады. Барлық өнімдердің сертификаттары бар. Прям приложенияға кіріп қарасаңыздар, әрқайсының сертификаты бар, әрқайсының отзывтары бар, әрқайсының қалай ішу керек, дозировкасы, граммовкасы, состав бәрі ашық жазылып тұр. Кіріп қарап көрсеңіздер болады. Сондықтан достар, сіздерді осы детокс бағдарламасымен таныстырдым. Жақсы, сіздер түсіндіңіздер, ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Сіздерді менімен бірге өз организмдеріңізді күтуге шақырамын. Мен енді Beauty Box дегенді бастап жатырмын. Beauty Box ол тағы да осылай дайын жинақталған бір коробка. Оның ішінде әйел организміне керек барлық витаминдер бар. Ол туралы мен сториске саламын. Beauty Box'ымды бастадым уже. Сұрақтарыңыз болса, маған жекеге жазыңыздар.